мамам екеуміз оңаша қалғанды жақсы көретінбіз. Ешкімге айтпай қыш кететінбіз. Өзі де айтатын, қыш кетейікші деп. Жұмыстан тыс кезде мені алып, екеуміз бірге шопинг жасайтынбыз, кішігірім. Немесе шашлык жейтінбіз. Бізде базарда ең күшті шашлык сататын сол жерде. Екеуміз бір-бірімізбен қыс болсын, жаз болсын, екеуміз өзіміз жалғыз кетіп қалатынбыз. Сол кезде секретничали. Енді мен кішкентай болсам да, маған өзінің сондай бір переживанияларын айтатын. Әрқашанда маған Алла заказбен Алладан сұрап алғанмын деп айтатын мені айдокам деп еркелететін. Сол кезде әрқашанда мен мамамның жанында хвостик сияқты жүретін. Сол кезде айтатын, хорошо, что сен барсың менде. Енді менің әпкем тұрмысқа шыққанда, ал ағам Алматыға жұмыс істеуге кетіп қалғанда, семейде мен, папа және мама үшеуміз ғана тұратынбыз. Мен шыны керек, ешқашанда анам солай ерте кетіп қалады деп ойламайтын. Ешқандай адам ойламайтын шығар ондай нәрсені. Және де мен үшін 15 жасымда ол сондай бір екіге бөлетін событие болды. Енді оны тек қана анасын жоғалтқан ғана адам түсінетін шығар. Өмірім екіге бөлінді. 15 жас оны сондай бір уязвимый жаста, подростковый возраст. Ұқпат шыны керек, бір 3 жылдай осознание болған жоқ вообще. Сол именно менімен болатқанын мен сенген жоқпын. Далада мамамның образын көріп қалсам, немесе бір ана туралы ән естіп қалсам, немесе біреу просто рандомный адам жылап жатса далада, соның барлығы мен үшін фобияға айналды. Настолько мен сол кезде қатты шошып қалдым. Жалпы мен үшін анамсыз өмір болмайтын. Даже бір кішкентай кезімде болады ғой, бір мен анаммен бір нәрсе болып қалса, не болады деген сияқты ойлар келіп қалса, сразу жоқ, ондай нәрсе туралы ойлама, ондай невозможно вообще. Егер де менің анамды Құдай алып кетсе, мен просто дальше мен өмірім болмайды деген сияқты сондай бір понятие болады менде. Қазір енді жылдар өте, әрине ол барлығы балалық. Ол кезде көп нәрсені білмейсің, түсінбейсің. Мамамның еркесі болғаннан кейін көп нәрсе маған позволительно болды. Менің мамам мені қорғаштап, какой-то бір куполда өсірген сияқты болды. Ешкімге мені ренжіткізбейтін. Өмірдің қандай болатынын көрсетпейтін, қатыгездік болатынын, өмірде әртүрлі адамдар болады, случайлар болады. Соның барлығын маған көрсетпей, бір басқа әлемде өсірді. Бір ханшайым сияқты өсірді. 15-ке дейін шын еркелетіп өсірді. Жалпы айтқанда біздің мамамыз бізді қазақи тәрбиеледі. Үлкенге құрмет, кішіге ізет, әрқашанда адам болып қалу, ақша маңызды емес, атақ маңызды емес, тек қана адамгершілік маңызды. Жүректе иман маңызды, Аллаға сену, қиыншылықтардан қорықпау. Әр ситуацияда жол бар, әр ситуациядан выход бар. Сондайға үйретті. Кішкентай кезімізден мен андай бай семьядан емеспін. Әртүрлі қиын жағдайларды болды менің жанұямда. Мен кішкентай болдым әрине, бірақ үлкен ағам мен әпкем әрқашанда айтатын, киетін киім болмайтын. Кейде даже нанға ақша таппай қалатын да кездер болған деп. Бірақ мен өмірге келгеннен кейін әрине ондай нәрсені маған көрсеткен жоқ менің анам. Менің анам жан жақты адам болатын да, мен соған таң қаламын да. Таңертең барып, бізде семейде тұрсақ та, бізде сиыр болатын ауламызда. Және мамам анандай современный мұғалім жұмыс істейді, кешке қарай той басқарады, әртүрлі жан жақты болатын да. Еще
таңертең сиыр сауып төл көретін. Насколько энергичный. Соның барлығын мен қарап өстім ғой. Еще маған да қатты көңіл бөлетін. Сонда мама ретінде ол барлық рөлдерді атқаратын. Ол мен үшін мама, балаларына мама, папамызға адал жар, советник, финансовый директор, біздің туысқандардың да бір центровой адамы, туысқандардың бәрін басын қосатын. Әр күн сайын таңертең өзінің бір ритуалдары болатын. Ол кезде телефон мынандай ғой, проводной. Сол телефонмен біздің туысқандарымыздың үлкен кісілеріне звондап, бәрін түгендейтінші. Ата қалайсыз, Алматыдағы туысқандарымыз сендер қалайсыңдар деп бәріне звондап шығатын. Содан кейін ғана оның күні басталады. Настолько берілген келін еще. Ол енді біздің Меденовтар әулетіне келін ғой. Бірақ жанын беріп, сондай келін болатын. Менің әжем қайтыс болар алдында тек сол менің анамды ғана көргісі келді ғой. Жуындыратын да, қарайтын да, ең последний вздохына дейін именно анамды көргісі келді. Рахметін айтып, ренжіткен болса деп, кешірім сұрап, мен саған ризамын деп, менің әжемнің несін алып кеткен батасын. Қазір есімде бір кадрлар бар. Әр қашанда жылына бір 2-3 рет, наверное, мамада приступ болатын. Ол астмамен ауыратын, еще жүректен, жалпы көп нәрсеге энергиясын тарататын да, көп адамдарға қаншама семейдің тойларын жүргізді. Сол жерде де 300-500 адамның алдында ән салып, сол тойды басқаратын. Соның барлығы қазіргі ведущийлар сияқты былай таңдап емес, 30 күн бар ма, 30 күн той жүргізетін. Оның ішіндегі адамгершілігі, ответственность, соның барлығы ауруға, немесе бір больницаға барып, қаралуға даже уақыт бөлгісі келмейтінші. Өйткені қатты сондай ответственный адам. Соның барлығы бізге де сол потихоньку передавалось. Біз оны былай бізге сөйлеп айтпаса да, оның барлығы сол қарап қана жұға береді екен да адамға. Сол бір пример ретінде менде қалып қалған. Сондай менің сестрам да қазір айтады да, мен қатты жанталасып кетем ғой. Сол кезде маған айтты, мен сені, Айдана, сен де көріп тұрмын мамамызды депші. Пожалуйста, жанталаспаш. Сен білесің ғой, мама қалай ерте кетіп қалды. Сен сондай болсаң, сенде бар ол характеріңда дейді. Сен солай бастап кетсең, сен ауырасың потом деп. Реально мен қатты беріп кеткенде терять етіп кетем сол баланс, гармонияны. Жұмыс істей берем. Бәр жерде барлық рөлдерді атқарым келеді. Соның барлығы мамадан кетіп қалғанда менде. Сол кезде де мұғалім болады. Қанша стресс, мұғалімнің жұмысы өте қатты стресс қой. Барлығын бірге алам деп, мектепте де талып қалатын. Сабақ жүргізіп тұрады да, мектепте талып қалатын. Сол кезде бір-екі ситуациялар болатын. Мен мектептен келе жатқанда, біздің үйіміздің алдында скорый тұратын. Сол кезде мен қорқатын. Каждый раз, даже қазір мен елестетем ғой, сразу мен жылағым келеді да. Почему? Потому что именно сол скорыйдың машинасы какой-то бір не очень хорошая ассоциация береді да маған. Типа, вот эта вот картинка, мен жүгіріп бара жатам. Даже вот сол кішкентай кезімде, и еще плюс уже есейген кезде, 10 класста мамамыз қатты ауырғанда, тоже сондай картинка. Каждый раз маманы жоғалтып аламыз ба деген сондай бір ойлар келе беретін да, страх, вот это фобия. Ну, в итоге біз оны жоғалттық. Но вот все это время, каждый раз, каждые года
вот эта картинка повторялась. И менің түсіме де келе беретін да. Мен помню, что кішкентай кезімде бір түс бар да, который повторялся у меня. Оны даже мамаға айтуға да мен қорықтым. Бір лестницада, мынандай винтовой лестница, сол лестницадан мен жүгіріп бара жатамын, кішкентаймын, и мамамыз сол лестницадан былай үстіге жүгіріп барады да, мені Айдана кет деп мені айғайлап маған айтады да, тоқта, кет, бар деп мені қуады да. А мен артынан жүгірем. И анау винтовой лестница бесконечный, да, и как будто үсті жаққа. И сол сон постоянно повторялся у меня. И я сейчас, как бы, уже после того, как мы ее потеряли, я понимаю, про что это был сон. И ол мені үстіден қарайды, типа, бар, деп. Мен соны ұқпайтын. Неге ондай түс? Чоза, это қандай ол, нені мүлдіреді деп ше. Бірақ оны жоруға да қорқатын да, ондай жаманға жоруға. Содан кейін, получается, 15 жыл менімен анам бірге болды. 15 жасымда мен өмірге қатты бір обидада болдым да. Ұрсысып, сөйлесетін. Неге именно менімен солай деп? Неге біздің именно мамамыз? Неге басқалар қандай өмір болады ғой, бір далада өмір сүретін, немесе ауырып, там, до конца жизни жүреді ғой, инвалид болып та жүреді деген сияқты. Неге сонша ерте біздің рассвете сил мамамызды неге алып кетті деп қатты обидада болатын, каждый раз жылайтын. На тот момент ужасные мысли были у меня. Реально, я даже подумала, типа, қазір айтуға да қорқынышты жаман нәрселер негізі. Бірақ мен ойлайтын, чем алып кеткенше, чем менің мамам қайтыс болғанша, лучше пусть менің жанымда инвалид болып отырса ғой, хотя бы жай просто біздің жанымызда болса ғой деген сияқты ужасные мысли были. Қазір я понимаю, конечно, это какой-то ужасный абсурд. На тот момент енді балам ғой, я честно не хотела отпускать. Прям не хотела. И до сих пор вот я не могу отпустить, да. Но все равно ты понимаешь, что у каждого свое время. Әр адамның өз уақыты бар, тағдыр бар. Оны біз шешпейміз. Оны түсінуге маған көп уақыт керек болды. Ол вот жақында болған шығар сол осознание, что біз бұл өмірде ештеңені шешпейміз. Әр адам өзінің миссиясымен келеді, әр адам бір уақытқа келеді, бір отрезкқа келеді. Сол үшін де мен шүкір деймін. Менің анам болғанына, менің анам 15 жыл болса да менің жанымда болғанына, маған тәрбие бергеніне, маған жизненный сабақтар бергеніне, ол нәрсені мен өмір бақи өмірімде қолданам. Ол жай сөздер емес, ол практически өмірде қолданатын навыктар. Мені ақша табуды үйретті, мені адамдармен сөйлесуге үйретті, мені жақсы көруді үйретті, адамға қамқор болуды үйретті. Соның барлығы ең басты нәрселер деп ойлаймын өмірде, керек заттар. Қарапайым болуға үйретті. Қандай уровеньда болсаң да, сол қарапайымдылықты жоғалтып алмау керек. Егер де ужасный бір жаман ситуациялар болса өміріңде, сол ситуациядан сен шығуға күшің бар екенін сенімді болуға үйретті. Алматыға, үлкен қалаға келгенде, соның барлығы маған керек болды. Соның барлығы менің басымда анам сөйлеп тұрған сияқты болды. Қанша жыл мен анамды жібере алмадым, бірақ басымдағы мамамен сөйлескеннің арқасында бір мамамды елестеттім, мамам мен жанымда постоянно. Соның арқасында мен көп нәрсе, көп жолдарда дұрыс шешімдер қабылдадым. Сол дұрыс шешімдер арқылы мен көп нәрседен, бір опасный жерлерден былай өттім. Енді Алматы үлкен қала болғаннан кейін, мен кішкентай қыз, бірінші курсқа түсемін, әртүрлі жағдайлар болады. Бірақ ішімде мама сөйлеп тұрған сияқты болды, постоянно. Например, выбор болады ғой, клубқа барасың ба, немесе үйге барып сабаққа дайындаласың ба деген сияқты. Ол енді реальность қой. Бірінші курста сен по-любому жаңа қала, жаңа общение, жаңа достар,
Оның барлығы әртүрлі достар болады, біреулері былай тартады, біреулері былай тартады деген сияқты. Сол кезде де басымда мамамның дауысы тұрады да, жылы киін, шапка ки, түнделіп жүрме, анандай жаман привычкаларың болмасын деген сияқты. Кішкентай кезімізден бұлай прямо айтпаса да, бірақ өзінің мысымен, өзінің бір действияларымен, басқалармен қарым-қатынаста бәрін бұлай толық бізге қалай өмір сүру керек екенін үйретті. Еще мен толық болдым да сол кезде. Подросток, толық бала болдым негізі. Көп фотоларды мен жойдым. Андай толық, безобразный толық кезімді мен жойдым. Неге? Өйткені ол мен үшін ең сондай жаман сәттерді. Подросток кезімде буллингқа көп ұшырадым. Неге? Сол весім үшін. Өйткені мен 10 жасымда менингит болып ауырып қалдым. Сол жерде гормональный таблеткаларды көп іштім. Сол жерде де анам ең жанымда. Мен анамның көзін, я помню, қалай ол қиналды. Оказывается, сол кезде мен ұқпайтын. Неге сонша қатты қиналады депші. Енді баласың ғой, ештеңе ұқпайсың, бірақ мамаға баланың ауырғаны это ең самый жаман сәттерді. Барлық ауыршылықты өзіме алсам ғой деген бір сондай ойлар болып кетеді да мамаларда. Қазірде менде де сондай болады кейде. Мен балаларым ауырады ғой. Мен сол мамамның бейнесі сразу есіме түседі да, как она қиналды. Негізі мамасы бар адамдар ондайды түсінбейді. Кейде бар ғой, бақытты сәттерге қонбайсың, сондай нәрселер болады да. Ол қалай? Вот мен мама болдым да. Сол кезде мен өзім мама болдым. Вроде самый бақытты кездерді, қыз үшін, тем более сен бірінші рет мама боласың и все такое. Бірақ сол кезде менде двоякие ощущение болды да. Мен өзім вроде мама болдым, бірақ именно осы моментті мен мамамның жанында болғанымды қаладым. Мамам сол жерде менің жанымда, мен баламды көргенін қаладым да. Сондай кезде қиналып қаласың кейде. Енді менің өмірімде әртүрлі сәттер болды ғой. Ең керемет, ең бақытты сәттер ол қандай? Қыз мама болған кезде, немесе мынадай кәсіби тұрғыда бір статуэткалар, немесе бір какой-то жетістіктерге жетесің ғой. Сол кездерде де, мен қыз ұзатуым болған кезде де, менде мынандай бір екі жақты болды да. Бір жағынан қуанасың қатты, бір жағынан қайғырасың. Неге? Өйткені неге менің анам оны көрмей қалды деген сияқты бір обида да іште. Жақында мен әкем де қайтыс болды. Тамырларымды жоғалтып алған сияқты болдым да. Көп уақытқа бір депрессияға кішкене ұшырадым. Мен өзімді ұстаймын ба деп ойладым. Мен енді кішкене есейдім ғой, ондай нәрсені өттім деп ойладым. Бірақ адам болғаннан кейін эмоцияға берілесің, робот емессің. Хотя мен каждый раз өзімді робот сияқты қып сезгім келеді негізі. Қазіргі ритммен, жұмыспен, балалармен иногда өзімді робот сезінем. Робот болғым келеді. Жылағым келгенде өзімді тоқтатам. Бұлай копить етіп көп уақыт жыламай, бір уақытта могу взорваться. Оны Алишер біледі. Өзімен өзім жылап қалсам, егер қатты жыласам, ол значит сол нәрсе туралы ойлап жатырмын. Мен тәрбиелеген методым да, тоже өзімнің анамның методы ғой примерно. Өзінің примермен, мысалмен көрсету. Біз өзімізді тәрбиелейміз да, көбінесе. Олар көреді, олар барлығын сіңдіреді өзіне. Қазіргі балалар басқаша. Мен өз балаларыма кішкентай кезінен, даже уже іште жатқан кезінен бір тұлға ретінде сөйлесем да. Өйткені мен олардың әр қандай бір ситуациялар болады ғой өмірде, сондайға дайындағым келеді да. Может, менің фобиям шығар, может. Мен өзімнің өмірімде сондай бір нежданчик ситуациялар көп болды да. Кішкентай кезімде. Енді 15 жаста анамнан айырылғаннан кейін, жақында әкемнен айырылғаннан кейін, әрине мен қорқам да. Менің балаларым менсіз қалай болады? Егер де менімен бір нәрсе болып қалса, енді бәріне дайын болсын деп
өздері выбор жасау керек, өздері самостоятельный болу керек. Өмірде бәрі сондай бір единорожки, андай розовый очки сондай емес деп үйреткім келеді. Бірақ в меру кішкентай кезінен выбор жасай алатындай, өзінің интуициясына сену керек екенін үйретемін. Мінезім жұмсақ деп айтып атады мені әрқашанда. Ой, сенің мінезің жұмсақ, сен айтпайсың, көп нәрседе үндемей қаласың. Бірақ мен білем, мен мінезім жұмсақ болса да, мен Алланың бар болғанына сенем қатты, және де Алланың справедливый екеніне сенем. Бірақ мен барлық болып жатқан нәрселердің бәрі Алланың құзырында деп санаймын. Және мен қорықпаймын. Жұмсақ болғаныма мен қорықпаймын. Егер де кейде менің хақыма кіріп жатса біреу, барлығын Алла көріп тұр. Ең бастысы өзіме жауаптымын. Егер де менің ниетім таза болса, адамдармен қарым-қатынасым таза болса, жалпы жақсы адам болса, ол мен үшін үлкен жетістік. Және де мен ойлаймын, менің анама да ең үлкен жетістік. Соның барлығы маған үйрететін. Маған бәрібір сен қандай әулетке тұрмысқа шығасың, ол қандай адамдар болады. Ең бастысы понятиялар дұрыс болу керек деп айтатын. Жақсыны жақсы дейтін, жаманды жаман дейтін. Атақ, бай, там, я не знаю, болады ғой, сондай бір сайға сай деп айтып, теңмен деп айтып атады ғой, ондайға қарама дейтін. Егер де сен сүйіп тұрсаң, жар таңдағанда материальный жаққа қарама деп айтатын. Ең бастысы ішіндегі ішкі дүниесі. Ертең сол адаммен бір-біріңді түсінетіндей, бір басқа ценностьтер, қазіргі модный ценностьтерға қарама, именно базовый мейірімділік, жүрегіңде иман болу керек. Сондай ценностьтерді қозғайтын көбірек. Негізі көбісі айтып атады, өнерде қыздардың жолы ауыр деп. Мен онымен келісем. Өйткені көп нәрсені мен өнерге келіп көрдім ғой, қандай адамдар болады, қандай маскалар тағылады. Өнерде оны қатты көресің да, сахнаның артында қандай жағдайлар болып тұрады. Сол кезде өзіңді жоғалтып алмау үшін ең бастысы сол жанұяда берілген тәрбие екен. Үлкен өмірде қыздарға ең бастысы ол тәрбие. Өйткені өнерде өзіңді табу үшін, неше түрлі жолдар болуы мүмкін. Ол енді ешкімге секрет емес шығар. Әртүрлі жолдар табылады ғой, адамдар әртүрлі болады. Бірақ әрқашанда жолың, ниетің таза болса, сен өзіңнің мақсаттарыңа жетесің. Ешқандай анандай бір жаман жолдарсыз. Шоу-бизнеста да көп айтып атады ғой, әртүрлі жолдар бар деп. Бірақ ол адамға байланысты. Ол жолдарға сен түспейсің де, оның жанында жүрмейсің де, егер де сенің ішінде тәрбие болса. Ондайды көрмейсің де. Мүмкін мен сол кезде намеренно өзім көргім келген жоқ. Мен кішкентай болдым, және де енді бастап атқанда да ең бастысы өзім ішімдегі бір мировоззрение, жарық мировоззрениеді мен жоғалтқым келмеді. Адамдармен де сөйлескенде де ниетім сондай бір больше на позитиве. Ешкімнің жаманшылығын көргім келген жоқ. Егер де мені даже подставлять етіп атса да, мен көрмейтінмін. Намеренно. Мен, конечно, мен адаммын ғой, мен бәрін көріп тұрасың негізі. Бірақ өзім ішімнен настройка жасайтын. Егер де ол мені алдағысы келсе, егер де ол, например, мен больше женский коллективте болатын да, егер де ол мені подставлять еткісі келсе, мен туралы жаманшылық айтса, оның барлығы ашылады. Түбі бәрі бірде жақсылық жамандықты жеңеді. Сондай бір понятие. Ол бәрі сондай наивный көрінсе де, ол менің базовый настройкам. Ол базовый настройка, ол кішкентай кезден беріледі да, жанұяда. Оны мен сатқым келмейді ешкімге. Ертең мен артқа қарап, мен бәрін нормально жасадым, өзімді сатпадым, өзімнің ценностьтарымды сатпадым деген сияқты, өзім әулетіме кір келтірген жоқпын, ұятқа қалдырмадым деген
ойлар болу керек деп ойладым. Где-то схитрить, да, қай бір жерде қулық көрсеткің келеді, бір жерде енді кішкентайсың ғой бәрібір де 17-18-де келдім ғой мен шоу-бизнесте. Өмірлік бір ұстаным жасадым. Ешкімнің өміріне қызықпау. Өйткені әр өмірдің артында неше түрлі, әр қызығатын заттардың артында неше түрлі нәрселер болуы мүмкін да. Көрсе қызарлықты алып тастау, ешкімнің ала-жібін аттамау, ешкімді подставлять етпеу. Сондай бір өзіме ұстанымдар жасадым. Аллаға шүкір, осы күнге дейін сол правилалармен өмір сүремін. Және менің айтатыным, уақыт енді тәжірибе бар ғой, бір кішкентайда болсын, шоу-бизнесте де тәжірибем уже бар, ана ретінде де тәжірибем бар, жар ретінде де тәжірибем бар. Біз Алишер екеуміз кеше 11 жыл болды бірге тұрып жатқанымызға. Әр салада, егер де ниетің таза болса, егер де бәр жерде тазалықты ұстасаң, миыңда да әртүрлі мынандай болады, стратегически біреуге зулим жасамасаң, сенің жасаған нәрселердің барлығының, мақсаттарының барлығының нәтижесі болады. Мақсаттарың орындалады. Жақсы жағынан. Все у тебя будет наилучшим образом, как тебе нужно. Аллах, Он так сделает, что все те, кто хотели тебе сделать плохое, они от тебя отстанут. Ты будешь всегда под присмотром Аллаха. Если ты двигаешься правильно, в соответствии с законами Аллаха. А законы Аллаха не делать плохое другим людям. В первую очередь это намерение твое. Если твое чистое намерение есть, если ты не подставляешь никого, если ты не желаешь никому плохого, то, соответственно, у тебя и все будет исполняться наилучшим образом. Бұл әнді тыңдағанда әр адам өзін көруі мүмкін. Неше түрлі жағдайлар болады. Өмірде әр этапта өзінің проблемалары болады. Қазір менде проблема жоқ деп айта алмаймын. Менде қазір де проблема көп. Бірақ әр жаман нәрсенің, әр қиындықтың артында облегчение болады. Жеңілдік болады. Егер де сізде қазір қиыншылық болып жатса, егер де қазір не істеріңді білмей жатсаң, точка А-дан точка Б-ға жоспар құр. Конкретно, егер де мынандай мақсаттарың болса, сенде оған барлық возможностьтар бар екенін дәлелдейді. Бұл ән мотивация береді сол адамға. Егер де қазір жағдайы төмен болып жатса, именно эмоционально, тек қана бұл біреулер мүмкін байып кетем дегенде материальный жағын ойлайды шығар, енді әр адам болу әртүрлі. Эмоционально, егер де депрессияда болса, немесе бір қиыншылықтардан өте алмай жүрсе, бұл жерде байып кетем деген ол жан-жақты байып кету, рухани байып кету, іздену керек. Әртүрлі кітаптар оқу керек, әртүрлі подкасттар көрсеңіздер болады. Сұрақтарыңызға жауапты сіздер әр жерден білуіңізге болады. Бірақ іштен өзіңіз сезіну керексіз да. Знак қай жерде? Мен 15 жасымда бірінші сондай қиыншылық көргенде, анамды жоғалтып алған кезде, мен знак іздедім. Бәр жерде. Баннер, например, да, жолда келе жатам ғой, бір баннер тұрады, бір слоганмен. Сол жерде де знак іздеймін. Там газета, немесе бір кітапта бір строчканы оқып қалам ғой, сол именно маған арналған сияқты болады да. Сондай знактарды көріп, ол сіздерге мүмкін Аллах берген знактар болуы мүмкін. Бірақ сіздер именно қалай оны қабылдайсыздар, соған байланысты. Бірақ сіздер қабылдауыңыз, бірақ сіздердің қабылдауыңыз сіздерге байланысты. Егер де сіз дайын болсаңыз оған, мынандай наблюдение бар да, әр адам өзінің ойлағанына жетеді. Бірақ сол ойлағанын береді ғой Аллах. Сол кезде сіз өзіңіз дайын болу керексіз да. Кейде адамдар білмей қалып жатады да, что міне беріп тұр, бірақ
өзі дайын болмай қалады. Сол үшін де жастарға айтарым, дайын болыңыздар. Аллах любой момент сіздерге бере салуы мүмкін да. Қазір, может 5 жылдан кейін, ертең бере салады. Оның сіздің таза ниетпен, жақсы ойлармен ойлаған армандар материалды түрде бәрі сізге келеді өмірге. Бірақ сіз өзіңіз дайын болу керексіз. Сол үшін де қазір еңбектену керек. Қазір сіз енді бастап атсаңыз, кішкене жылдамдықты, еңбекқорлықты көбейту керек. Өз-өзіңізді жалеть етіп, жата берсеңіз, сізге вообще көрмей қаласыз, ешқандай знакты да көрмейсіз, сізге беріп атса да сіз ала алмайсыз, сіз дайын емессіз. Ал біз сондай кезде дайын болсақ, бізде бәрі біздің миссиямызда келеді. Сіз орныңызды да табасыз өмірде, өнерде. Самое главное, не упустить свой шанс. А чтобы не упустить свой шанс, вы должны увидеть этот шанс. И поэтому вот эта песня, она вдохновляет на победы, вдохновляет на изучение всех сфер, книг, подкастов. Надо развиваться во всех направлениях. Вот моя мама, например, кішкентай кезімде, она на все кружки меня отдавала. Вот бисероплетение, пианино, скрипка, теннис, футбол. Мен баратын, еще даже футболға баратын. Глинамен жасайтын. Не үшін керек деп ойлайтын да, мен хорға баратын, воскресенье, мен уақытым болмайды, балалармен ойнауға уақытым болмайды. Почему? Потому что ол маған по чуть-чуть бәрін бергісі келді, ертең қиналып қалмайтындай. Реально, как будто она знала, мен болмай қалсам, ертең бәріне икемі келетін дейші. Қазір менде солай. Мен любой сферада икемім бар. Барамда там жасай салам просто. Менде сенім бар да іште. Сол сияқты әр түрлі салада дамый беріңіздер. Ертең сізге бәрі керек болады. И жас аналарға да тоже совет, балаңызды бәр кружоктарға бере беріңіздер. Егер ертең оған жеңіл болады да, например, өзінің мамандығын таңдағанда да икем болады. Өзі де сезіп тұрады да, мен осы салада, в принципе, мен өзімді көрдім ғой, жақсы, маған ұнайды деген сияқты. Сол арқылы да мен параллельно көп нәрсені жүргізе аламын. Сол мамамның берген тәрбиесі арқылы, физически дайындаған арқылы, даже боксқа барғам мен кішкентай кезімде. Енді ол папам жағынан енді. Папам да хотел, чтобы я была всесторонне развита. Бұл әнде мен өзімді көрем деп айтуға болады. Менің өмір баянымнан алынған сияқты, ертең мен ойлаймын, мен сияқты, енді менің өміріме ұқсас, немесе әр адам өзінің историясын көруі мүмкін бұл әнде.